Даусым нормально естіліп тұр ма? Бүгін не айтатынымды точно тоже білмеймін. Мұнда адамдар тұр, адамдардың жанынан қысылып ұялып әрең өттім, өйткені осы көшеде мен видеоға түсіремін, осы көше менің жүретін көшем. Бірақ бұл жерде бөтен адамдар жүрсе маған ыңғайсыз видеоға түсіру. Сол үшін жандарына өтіп кеттім да сосын барып түсіріп жатырмын. И еще бүгін жел болып тұр. Қызылорданың желі өмірі тоқтамайды. Ештеме етпейді, енді видеоға түсіріп жүремін. По-любому бұны ешкім көрмейді менен басқа. Бірақ YouTube каналға ашық доступқа салып қоямын, ұялмай. Бүгін тағы не айтатынымды білмеймін, қандай тақырып қозғайтынымды. Давайте мен күнделік жазып бастағаным туралы айтайын. Күнделік жазуды просто мен блокноттарды жақсы көремін. И бұрын сол блокноттарға мектеп кезінде даналық сөздер, әдеби кітаптардан алған ұнайтын сөйлемдер, сондайларды жазып қоятынмын. Сосын біртіндеп қай кезден басталды? 2021 немесе 2022-ден басталды. Мен, кажется, камерам сүртпедім, ладно, похуй. Сол кезден басталды. Мен хотя жоқ, одан ерте студент кезден басталды. 2016, наверное. 2016-дан басталды деймін. Бірақ ол кезде енді болмайтын нәрселер жазатын едім, точно. Содан кейін ана бір кітап алып бастағанмын. Енді өмірім бәрі депрессия болып кеткендіктен сила подсознания деген кітапты оқып бастағанмын. Сол жердегі сезімдерді анықтау, соңындағы мысалдарға қарап мен өзімдегі негативный сезімдердің бәрін анықтап бастадым. Сосын оны анықтау шығара алмадым. Мен медитациясын бәрін жасадым, бірақ шығара алмадым. Сосын ары қарай жалғастырдым. Машаның курсын алдым. Сол курстағы тоже обидалардан кетіру бір нәрсе деген техникаларды орындадым. Сол курстан тағы да мен негативный сезімдер іздеп таптым өзімнен. В общем, пачка болып бәрін күнделікке жазып аттым. Бәрін жинадым. Вот күнделікке соның бәрін жазамын. Мен күнделік туралы айтып бастағаным кеттім ғой. Күнделікке былай жазамын. Осындай ситуация болды. Осындай жағдайда мен өзімді осылай сезіндім деп. Былай ұстап жүрейін десем, маған қолыма ыңғайсыз көтеріп жүру. И штатив алып жүруге мен пока что ұялып жүрмін. Мүмкін келесі жолы штатив алып жүремін. Бұл менің бар болған екінші видеом. Шын мәнісінде үшінші видеом, бірінші видео скрыть етіп қойғам. Так. Енді не туралы айтып отыр едім, мен ұмытып қалдым ба? Осындай жағдай, күнделікке жазамын. Осындай жағдай болды. Осындай өзімді осылай сезіндім. Осындай ортада өзімді осылай ұстаймын. Мен былай өзгертуге әрекет етіп көрдім, бірақ бұдан осындай нәтиже шықты, ештеңе өзгермеді, немесе вот сондай нәрселердің бәрін жазамын. Эмоцияларды жазатын күнделік и ситуацияларды. Кешірім сұраймын. Бәрібір ешкім көрмейді, өз-өзімнен кешірім сұрай берейін. Сол күнделікке жазып жүргендіктен мен четко, ясно бәрін көрдім. Бүкіл менің минустарымның бәрін шұқып іздеп тауып көріп алдым да, одан құтыла алмадым. Одан құтыла алмаған сайын мен депрессияға кіріп бастадым. Жұмыста ақыр соңында выгорание болды. Содан кейін әйтеуір сөйтіп жүргенде Қуаныш ағай мені гипнотерапияға алып келді. Бірінші Толстых әдісімен өтетін гипнотерапия өмірдегі ең эффективті жол негативный сезімдерден арылатын. Если біреуде осыны хоть бір адам тыңдап отқан болса, именно сол Александр Толстых әдісін пайдаланып терапиядан өту керек. Өту бұл, в общем, өміріңде соншалықты негативный сезімдер көп болмаса да өту сондай маңызды. Бұл бір нәрседен қысылсаң, камераға сөйлеуге ұялсаң,
өз ойын айтуға ұялсаң вот солардың бәрін өз орнына қойып береді. Алдымда тағы адамдар келіп отыр ше, адам жына тиіп не адамдар көп жүретінін күткен, бүгін жүрмей ақ қойыңдаршы, блядь. Солай көмектеседі. Мен өзім шынымды айтайын 100 терапиядан өттім, 100 сеанстан өттім. И бұның өзі маған аз. Мен соншалықты миымның бәрі мусор. Вот мидағы бүкіл мусорды алып тастайды. Мидағы негативный басқа установкалар болса, оларды алып тастайды. Именно біз ол жерде отырып сөйлесіп әңгіме айтпайсың, тек қана негативный сезіммен жұмыс істейсің. И айтасың, мысалы өзімді осындай ситуацияда басқалардан төмен сезінемін, өзімді осындай ситуацияда басқалардан бірінші жақсы жерге, жақсы жұмысқа лайықсыз сезінемін деген сияқты. Вот солардың бәрін лайықсыз, төмен деген сезімнің бәрін алып тастайды. Бір сеанста фукет жоқ болып жүреді ананы. Бірақ менде бір сеанста бірден жоғалмады, өйткені мен сұмдық ласпын деп айтайын. Миым сұмдық лас, миым сұмдық мусор. Из-за этого бірден болмады. Бір сезімді алып тастау үшін маған даже 20 сеансқа дейін керек болды. Өйткені реально менің бұл ата бабамнан келе жатқан қаныма сіңіп кеткен нәрсе, и онан құтылу оңай емес. Если Ботаға рахмет. Ботаның кім екенін ешкім білмейді мына жерде. Бота сол гипнотерапия курсын бірге оқыдық Бота деген қызбен. Сол қыз екеуміз бір-бірімізге сеанстар жүргізіп, мен оған 150 сеанс өткіздім, ол маған 100 сеанс өткізді. Мен 50 сеансты алып қалдым өзіме. Ертең көпшілік ортаға шығып, адамдармен араласа бастаған кезде менде тағы да негативный сезімдер шығады. Сол кезде тағы да өтемін деп алдағы уақытта нағыз өмірімді құтқарған нәрсе сол болды, гипнотерапия. И мен мына Александр Толстых әдісін қолданатын терапия, басқалар емес. Сол өте күшті көмектеседі. Өмірімді кәдімгідей өзгертті. Менен басқа адам жасап шығарды. Плюс мен әлі еңбектенуім керек. Мен толықтай басқа адам болу үшін, өйткені практика. Мен мысалы мен мүлдем ортада сөйлемейтін адам едім. Денем қысылып қалады. Кейде отқандай болып кетті біреу ше. Сөйтіп денем қысылып қалады. Ал қазір өзімді более еркін ұстаймын. Бірақ соның өзінде сөйлеу бұл практика. Мен көбірек сөйлесуім керек адамдармен, көбірек ортаға шығуым керек. Сол кезде бір нәрсе өзгеріп бастайды. Бұл менің видеоға түсіріп жатқандарым бәрі сол бір нәрсені өзгерту мақсатында. Менің ойлау жүйемді өзгерту мақсатында. Бұның бәрі маған болашақта керек болады. И менің бір сол терапия қалай айтсам екен, өміріңде не істеріңді білмей, немен айналысатыныңды білмей қуып жүрсең де тоже терапия, гипнотерапия. И мен Александр Толстых әдісімен жасалатын, көзіңді ашып, миыңды тазалап, бүкіл негізі кез келген адамның ойында, миында бар өзінің не істегісі келетіні, не қалайтыны, бірақ оны жасауға белгілі бір нәрселер қиындық келтіреді, белгілі бір ойлар кедергі келтіреді. Мысалы, мен YouTube канал ашуды 2018-ден бастап армандағам. 2018-ден ойла, неше жыл өтті? 7 жыл өтті. 7 жыл бұрын армандадым. Бірақ әлі жасаған жоқпын. Но қазір жасаватырмын қазір. Бірақ бұл типа черновик сияқты да. Бұның өзі әйтеуір бір нәрсе бастап жатырмын деген сөз. Енді неге мен оны жасамадым? Мен өйткені басқалардан ұялдым. Көріп қойса не айтады, не тақырып айтамын, мен бәрі идеальный болу керек деген сияқты нәрселер болды.
вот осындай нәрселердің бәрі миынан алып тастайды. Не істеріңді немен айналысарыңды білмей жүрсең, бірінші очередь барлық адамға айтқым келеді талстық әдісімен терапиядан өту. Бірақ бұл барлық адамға реально керек емес. Адамдардың барлығы проблемасын шешкісі келмейді, біреулер тек проблемасы туралы айтқысы келеді. Айтып, басқаларға айтып, солардың назарын өзіне аударып, бір кішкене қайғырып, солай өмір сүргісі келеді. И күнделіктен бастап гипнотерапияға дейін кетіп қалдым. Әлі система жоқ, енді бірден пайда болмайды, айта беремін. Әйтеуір бір күні нормально болып кетер. Сосын мен не істеймін деп бастадым ғой, сол гипнотерапияны өзім оқуын оқып алғанмын, өзім жүргізе аламын, жүргіземін деп бастадым. Ажырасқан әйелдермен, изменадан өткен әйелдермен жұмыс істедім. Содан почти 200 мың теңгедей, жоқ 200 мыңнан көп, 300 мың теңгедей ақша таптым. 300 мың теңге бәрі енді бір күнде табылған жоқ ол. Мен бір жыл емес, айтайын, әрі бері жылап жүріп, әйтеуір бір жылдай уақыт видеолар түсірдім, менен ештеңе шықпады. Өйткені оказывается, менде әдеттер бар. Мен оны терапиядан өткізген жоқпын. Әдейі өзім маған как будто сол нәрсені өзім жеңуім керек сияқты болып көрінді да. Мен терапиядан өткен жоқпын оны. Андай всегда біреудің көмегін күту деген нәрсе бар. Өзің бір нәрсе үйрену, самостоятельно бір нәрсе үйрену, бұл сұмдық қиын. Өзің ештеңе түсінбейсің. Кішкентай балаға просто әліппе беріп қойған сияқты жоқ. Айтайық, бірінші сыныптың баласына ана мақта қыз деген ертегіні оқи алатын балаға абай жолын оқытып қойған сияқты. Мен өзім абай жолын оқымағанмын. Ол маған қызық болмады, сосын тастап кеттім. Негізінде бастадым ой деймін оқып, бірақ тастап кеттім. Вот соны оқытып қойған сияқты ощущение болады. И просто көзің мөлдіреп отырасың, кімнен қандай ақыл сұрарыңды білмей. Өйткені сенің айналаңда ешкім саған кеңес бере алмайды. Мынаны былай істе, ананы былай істе деп кеңес беретін адам жоқ, сұрайтын адам жоқ. И бәрін просто өзің істеуің керексің. Былай қарай жүрсем жел көп екен. И бұл нәрсе сұмдық қиын, менің шамам жетпеді. Реально айтайын, мен ана стресске шыдай алмадым. Тем более менде ай сайынғы төлейтін кредитім бар, ай сайынғы төлейтін міндеттерім бар. Ол кредитті негізі бұрыннан мен геодезия бойынша, картография бойынша жұмыс істесем, оны жауып тастайтын едім да. Бірақ мен нені өзім жеке аяққа тұрғым келді. Сол үшін попытка жасадым. Тамақ ішіп шыққам ғой, соған кекіріп отырмын. Попытка жасадым. Сұмдық стресс, сұмдық қиын болды. Как будто мені суға тастап жүрген сияқты. Мен жүзу білмеймін. 1-2 рет сондай жағдайда болғам. Бассейнге қыздармен барғанда жүзіп көр деп былайынан қолымды жіберіп қалады да, сосын как будто өліп қалатын сияқтысың, бір аяқ тірейтін жер жоқ, тұншығып батып бара жатқан сияқты боласың. Хотя сен бассейнде тұрсың да, ана жерде спокойно. Негізі аяғыңды тіресең бойлайтын жерде тұрсың. Бірақ ана жерде паника, аяғыңды тірейтін жер жоқ, қолыңнан ұстайтын жер жоқ, просто и демалатын ауа жоқ. Вот сондай состояниеде болдым, сондай жағдайда болдым. Көмектесетін ешкім жоқ, маған поддержка беретін, сұмдық обидно болды, маған поддержка беретін ешкім болмады. Это мен өмірде ешкімге керек емеспін, на самом деле. Өмірде ешкімге керек емес. Мен ана Альберт Сафиннің бір видеосын көрдім да, сонда айтады да, на самом деле шын мәнісінде ешкімге керек емес, сен ешкімге керек емессің деп. Адамдарды енді манипуляция жасайтын
жамандық жерлерін көрсетіп жатыр. Сен ешкімге керек емессің деп манипуляция жасағанда бергенмес үшін деген сияқты, қалай жауап беру керек деген сияқты сабақтар бар. Вот соны түсіндім. И менде сондай қорқыныш болған, оны құдайға шүкір ешкімге керек болмай қаламын деген қорқыныш болған. Оны мен гипнотерапияда алып тастадым. И соның арқасында ғана мен сол стрессте мен полностью тек өзімнің жалғыз екенімді сезіндім. Сол кезде маған совсем обидно болған жоқ емес, совсем қиын болған жоқ, соншалықты қиын болған жоқ. Өзін жалғыз сезіну, өзіңді көмексіз сезіну, андай психологиялық тұрғыдан қиын болған жоқ. Тек не қиын болды, кеңес беретін адамның болмағаны қиын болды. Қуаныш ағай маған былай істе деп беріп тұрды, бірақ менде опыт жоқ. Маған сұмдық еңбектену керек болдым. Ал сұмдық еңбектенуге менде не ұстап тұрды мені? Қарыздарым, кредиттерім ұстап тұрды. Сол үшін мен не картографияда жоқпын, не гипнотерапияда жоқпын. Как будто суға батпа жатқан сияқты болып, ай сайын әйтеуір бір жерден ақша табылған кезде не істеймін, уф деп бір демалып аламын да, қайтадан суға батып кеткен сияқты боламын. Вот сондай ощущение болды. И бұл реально күшті опыт, мен үшін күшті тәжірибе. Мен енді примерно білемін. Қазір мен зарплатадағы жұмысқа қайтадан қайтып келдім, айлық жұмысқа. И маған спокойно, бір тып-тыныш, өмірім рахат. Мен білемін, өйткені менің миыма түсінікті, келесі айда мен ақша аламын. Мен хотя ол жұмысты әлі қатырып жасап жатқан жоқпын. Маған бір апта уақыт берген, уже екінші аптаның жартысы болды, мен ол жұмысты өткізген жоқпын. Күн сайын 20 гектар әлі өткізген жоқпын. Бірақ маған түсінікті, мен келесі айдың 15-іне дейін қалтамда ақша болады. Вот это реально проблемасыз өмірден өз өзіме. Сол вот осындай әдетім бар, неден бастап неден аяқтап жатқанымды ұмытып қалатын. Так что менің бұл өткен тәжірибем сұмдық тәжірибе болды. Мен алдағы уақытта қандай қиындықтарды көтере алатынымды түсіндім. Бұл более адамды сенімдірек етеді өз өзіңе, өйткені сен түсінесің, сондай қатты қиындықта болдым. Енді қазір өмірім кішкене жеңілдеу, түсініктірек. И мен түсінем, алда егер бір нәрсеге рисковать еткім келсе, мен сондай қиындықты көтере аламын, сондай стресске шыдай аламын. Қаншалықты ұзақ уақыт шыдайтынымды білмеймін, бірақ мен қолымнан келеді деген сенім бар да. И сосын менде более не пайда болды, өз өзіме сенім. Осының сол соңғы бір жылда болған оқиғаның бәрі мені өз өзіме сенетін етіп тастады. Андай еді ғой, өз күшіңе, өзіңнің қолыңнан келетініне сен деген бір сұмдық бір арманың бар. Мысалы сен көп ақша жинап, просто неге ұшқың келеді, ғарышқа ұшқың келеді. Ақша берсең ұшыратындар бар ғой, вот солармен ұшқың келеді. Сен ойлайсың, сен бірақ айдалада шәуілдірде жүрсің, шәуілдірде. Ағайдың реально приколға таға беретін ауылға шәуілдірде жүрсің, шәуілдірдесің. Сенде қалтаңда көк тиын ақша жоқ, бірақ сен космосқа ұшқың келеді. Неден бастадым әңгімені, естіп шатаса беремін. Шәуілдірге емес, космосқа ұшқың келеді шәуілдірден. И сен ол нәрсенің мүмкін екеніне сенбейсің. Өмірде солай болуы мүмкін екеніне өзің де сенбейсің. Сен қолыңнан солай келетініне өзің де сенбейсің. Ал кешегі менде болған осы соңғы бір жылда болған оқиғалар 2024-тен бастап 25-тің
жартысына дейінгі оқиғалар мені өз өзіме сендіріп тастады. Менің қолымнан келеді, мен ол нәрсені тырыссам жасай аламын, еңбектенсем жасауға болады. Мен тоқтамай, мысалы менде қазір геодезия бойынша, картография бойынша соншалықты көп білім жоқ, и мен жақсы үйрететін адам тауып алғым келіп отыр. Примерно 1-2 адам бар үйрететін. Енді соның қасынан қалмай үйренсем болды. Вот сондай адам тауып алып, мен қылқылдап сұрап, 1 жыл уақытымды құртсам, мен профи болып шығамын. Мен бәрін біліп шығамын. И маған ақша табу үшін соншалықты бүкіл әлемнің бүкіл білімін білу қажет емес деген нәрсе пайда болды менде. Мен көп нәрсе білмеймін, сол үшін мен бәрін білуім керек жақсы ақша табу үшін деген сұмдық бір түрлі ойлар бар еді да менде. Соның бәрін алып тастады сол еңбек. Енді қатты еңбектенген жоқпын, мүмкін өзімнің де кінәм бар деп ойлаймын, өйткені реально еңбектенген жоқпын. Мен то картографияны ұстадым, то нені ұстадым, гипнотерапияны ұстадым, нақты біреуіне көңіл бөле алмадым. Сосын видео түсіру маған сұмдық қиын. Мен кәдімгідей просто нервыма тиеді. Ана жерде мен 1 минуттық текстті жаттау үшін мен сұмдық уақыт құртам, кәдімгі 1 сағаттай, 3 сағаттай уақыт құртам ана жерде. Сосын и то мен оны ұмытып қалам. Сосын мен ұмытып қалам, шатасып қалам. Шатасқан сайын менің нервым ұстайды. Кәдімгідей ашуланамын өз өзіме. Вот кейіннен біртіндеп сол практика жалғаса келе мен спокойно айтатын болып кеттім. Бірақ арада демалыс бола ма? Мен бір ай мысалы бір жұмыс аламын, бір проект аламын да, бір ауылды аламын. Проект деп күшті қылып айтпақ қой, енді соншалықты күшті нәрсе емес. Бір ауылды аламын, соны сызамын. Соған 1 ай уақытымды құртсам, мен 1 ай видео түсірмеймін. Мен бір нәрсе, 1-2 істің басын алып жүре алмайды екенмін. Мен қолыма ондай нәрсе келмейді. Менің қолыма бір-ақ нәрсе беріңдер, мен сол бір нәрсемен ғана айналысуым керек. Одан артық өміріме бір нәрселер қосылса артық, мен не анда жоқпын, не мұнда жоқпын, сондай болып қалады екенмін. Солай мен видео түсіруді сосын ұмытып қаламын, қайтадан бастаймын. Солай дұрыс еңбектене алмадым. Бірақ бұл менің дос жылым. Сол үшін мен биыл 10 есе көбірек еңбектенуім керек. И менің асығып жүрмін Қостанайға баруға. Қостанайға барсам жұмыс істеймін деп. Үйде де істеп жатырмын енді. Бірақ үйде маған үйрететін адам жоқ. Мен миым ағып, тағы да үйрететін адам жоқ. Миым ағып, өзім ютубтан қарап, үндістерді қарап, бір бәлдір үйреніп, өткен нәрселерді есіме түсіріп сөйтіп отырмын. Сосын тағы бір нәрсе, өз-өзімді алдау туралы, өз-өзім өтірік айту туралы. Бұл сұмдық нәрсе. Мен вот жаңа айттым ғой, Қостанайға барсам мен жұмыс істеймін деп. На самом деле бұл өтірік. Мен егер жұмыс істейтін болсам, мен Қызылордада жасаймын жұмысты. Ал Қостанайға барсам, 2 есе еңбектенемін. Бұл өтірік. Өз-өзімді алдау. Сондай нәрселерді қатты байқайтын болып кеттім өзімнен. Сосын өз-өзіме айтамын, өтірік айтпа деп. Ол маған зиян. Бәрін кейінге қалдыра беремін. Солай өмірімнің қалай өтіп кеткенін байқамай қаласың. Былай болғанда, былай болса, былай істеймін деп. И осы тақырыпқа байланысты Альберт Сафиннің бір видеосы бар. Мечты как тұзақ деген сияқты ма, білмеймін, бір нәрсесі бар. Вот сол видеоны қарап, сол практикасын орындау керек. Сол кезде еще оның айтатын сөздері бар. Мен осы нәрсені жіберемін деген сияқты. Соны айту керек. Сосын барып кішкене көзің ашылады. Осыны кімге жіберуім керек еді? Бейбарысқа жіберуім керек еді.
бейбарыс деген қуып әр нәрсені айтып жүр. То үйленемін дейді, то мұғалім боламын дейді, то геодезияны аламын дейді. Не анда жоқ, не мында жоқ, мен сияқтанып жүр жолда. Ертең босқа таяқ жейді, босқа уақыт өтеді. Сосын где то 5 жыл 10 жыл өтіп кеткеннен кейін барып түсінеді да, сосын өкінеді. Бірақ ештеме өзгертпейді. Вот сондай нәрсе бар. Уақытыңның босқа өткенін түсінесің, бірақ уже өзгертуге, бір нәрсе өзгертуге уже батылың жетпейтіндей жағдай болуы мүмкін. То мында адамдар көп, машиналар көп, ойымның бәрі бөлініп кетті. Мен деген 25 минут бойы сайрадым, аузым ауырып кетті. Мен негізі көп сөйлейтін адам емеспін. Соның салдарынан менің жағым ауырады осылай сөйлей берсем, сосын басым ауырады. Бірақ мен LP3-пін, маған сөйлеу керек. Так что вот видео сендерге неге салып қояйын. Гипнотерапия туралы мен тағы да айтамын. Ойымды жинақтап, реттеп, маңызды нәрселерді түртіп алғаннан кейін барып айтамын. Мына итті мен артынан қойын деп жүрген сияқты. Қарап тұрған қарсайшы. И пока что бұл просто кіріспе. Не үшін ештеме ойламасам да, айтатын ештемем жоқ болса да не үшін шықтым? Өйткені мен кеше видео түсірген жоқпын, кажется, алдыңғы жолда түсірген жоқпын. И мен бірақ уәде бердім ғой, енді күнде саламын деп. Так что просто орындау үшін шықтым, орындау үшін түсірдім. Вот орындадым. И өз-өзіме мәз болып тұрмын. Наконец-то мен өз-өзіме берген уәдемді орындап жатырмын деп. Күшті ғой, күшті. Так что все, давайте. Егер жақындап қалдық уже. Камера бұрылмайды екен, так что мен сендерге закатты, закат бар, рассвет па немене, өзі закат жар енді. Кайф, күшті. Көрдіңдер ме? Ол да енді көрмейсіңдер. Вот, қайттым үйге, давайыңдар.